Hello guys, how are you doing? Біз деген алдағы сабақтың арғай жалғастыратын боламыз. Экран көрініп тұр деген ойдамын. Так, кеттік менімен бірге қайталап отырып оқимыз және де сөздік дәптерлерімізге жазып отырамыз. Келістік қой? Так, кеттік. Біріншісі мынау F деген әріп. Fingers. Бірақ пен N мен G екеуі бірге қосылып, қазақ тілінде ың деген дыбысты шығарады, иә? Сонда біз айтамыз fingers. Fingers. Fingers бұл біздің саусақтар деген сөз. Келесі кеттік, жазаламыз, видеоны тоқтатамыз, жазамыз. Fingers, саусақтар. Келесі кеттік, hands. Hands. Hands бұл қолдың мына бөлігі. Біздің алдыңғы сабақта бізде мына иықтан бастап саусақтың ұшына дейін arm деп айттық қой, иә? Мына бөлік жұдырық, алақан жақтың бәрін ағылшын тілінде hand деп айтады, иә? Бір қол hand, екі қол hands. Бір саусақ finger, енді екеу үшеу кете беретін болса, ол fingers деп айтамыз. Видеоны тоқтатамыз и жазып аламыз. Келесі кеттік eyes. Eyes. Eyes бұл көз. Көз. Eyes. Егер де бір көзді айтса ай, екі көз болса eyes. S деген жалғау ең соңында тұрған ол көпше, лар, лер, тар, тер дегенді білдіреді. Видеоны тоқтатамыз и жазып аламыз. Кеттік ары қарай бізде енді оқылым, яғни оқуды қайталайтын боламыз. Кеттік бірге. Ten, қайталаңдар. Fingers on my hands. On my hands. 10 fingers on my hands. 10 fingers on my hands. On my hands. 10 fingers on my hands. 10 fingers on my hands. Яғни екі қолымда, my hands, қолдарымда 10 саусақ бар деп айтып тұр. Енді мынаны өздеріңіз оқысаңыздар болады. Оп-оңай, орысша айтқанымыз. Yeah. 10 fingers on my hands. On my hands. Да? Кетті келесі. 2 eyes. Екі көз дейді. 2 eyes. 1 nose. Бір мұрын. All on my face. All деген сөз жазылаңыздар. Бәрі. On my face менің бетімде. Яғни 2 eyes, екі көз, 1 nose, бір мұрын, бәрі менің бетімде дейді. 10 fingers on my hands, on my hands. 10 саусақ менің қолдарымда. Бұның мен сіздерге видеосын, өлеңін жіберетін боламын. Сол өлеңді айтып, бірге айтатын боласыздар, ал біз ары қарай жалғастыра береміз. Бүгін әріптерді бір қайталап шығайық, жарай ма? Бірінші әріп мынау тұрған I. Қайталаймыз мен бірге. I. Мына астындағын оқиық. Мына жерде I деген әріп кішкене бұлдырлау кеткен. Ink. Ink. Ink бұл сия деген сөз. Ink. Ink. Сия. Келесі кеттік. J. 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 Jam. Jam. J. 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 Jam бұл варенье деген сөз. Jam. Видеоны тоқтатамыз да жазып аламыз. Келесі кетті. K. K. К. 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 Қайталаңдар. K. K. К. 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 Kite. Kite. К. 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 Kite бұл батпырауық деген сөз. Келесі кетті. L. 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 Lion. Lion. L. 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 Lion бұл арыстан деген сөз. Кеттік ары қарай. Енді менімен бірге күшті мынандай кішкентай өзі оңай әдемі нені кішкентай таппақты бірге айтамыз. Кеттік. Look at the ink. 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 Look
at the jam. Jam. Look at the kite. Kite. Look at the lion. Lion. Енді видеоны тоқтат та осыны қайтадан айт. Мен саған аудиосын жіберемін. Егер де аудио керек болса, маған неге пікірге қалдырыңыздар. Мен топтағы неме өзімнің оқушыларыма мен міндетті түрде оны жіберетін боламын. Кеттік ары қарай. Бүгіндікке осы. Қалған тапсырмаларды мен үйге жіберетін боламын. Өздеріңіз істеу керексіздер. Бірінші істемес бұрын мен сіздерге тапсырмаларды түсіндіріп жіберейін, жария ма? Так, мына жерде бірінші жаттығуда бізде 4 сурет берілген, 4 сөз берілген, біреуі артық. Мысалы, pencil, карандаш, rubber, өшіргіш, 8, 8, ruler, сызғыш. Қайсы артық? Келесі кеттік. Car, машина, ears, құлақ, train, поезд, teddy, қонжық. Қайсы артық? Маған жаз жіберіңдер. Келесі кеттік. Book, кітап, nose, мұрын, hands, қол, eyes, көз. Қайсы артық? Жазып жібереміз. Келесі кеттік. 3, 3, 10, 1, 2, 2, bag, сөмке. Қайсы артық? Жазып жібереміз. Келесі кеттік. Ball, доп, window, терезе, window, қайталаймыз. Window, терезе, doll, қуыршақ, kite, батпырауық. Қайсы артық? Тоже жазып жібереміз. Кеттік ары қарай. Енді мұнда сұрақтар мен жауаптарды бір-біріне сәйкестендіруің керексің. Менімен бірге оқы. What's this? What's this? Аударылады. Мынау не? What's this? Мынау не деп сұрақ қойып тұр. Енді мына сұрақтардың, жауаптардың ішінде қайсы келеді? Кітап саған подсказка беріп қойған, бұл C дейді. C'ді оқиық. It's a teddy. It's a teddy. Бұл қонжық. Яғни сұраққа жауап беріп тұр. Кетті келесі. What's your name? What's your name? Сенің атың кім? Қайсысы келеді екен? Қай жауапты таңдаймыз? Яғни, what's your name? Аударылады, сенің атың кім? Егер де бұны білмейтін болсаң, видеоны тоқтат та, сұрақты жазып алды, астына жаз. Сенің атың кім? What's your name? Жауап берген кезде айтамыз. My name is. Менің атым, for example, my name is Ахмарал. My name is Айсұлу. My name is Аружан. My name is Болат деп жауап береміз. Мына жерде и жауабына қараңыздар. My name's Alex деп жауап беріп тұр. Яғни и болады. Қалғандарына өздеріңіз жауап беріп, жауап беру керексіздер. Бірақ та мына жерде үшінші сұраққа қарайықшы. Мен бірге қайталаңдар. How old are you? How old are you? Видеоны тоқтатамыз, сұрақты жаза аламыз. Аударылады, сенің жасың нешеде деген. Ондай кезде жауап береміз. I'm 10. I'm 7. Мен ондамын, мен 7-демін деп. Енді мына жерде қайсы келіп тұр, соны таңдау керексіңдер. Келесі 4. Мен сұрақтарды сіздерге аударып берем, әдейі түсінікті үшін жауабын өздеріңіз таңдайсыздар. Келесі. Is it your pencil? Is it your pencil? Бұл сенің карандашың ба деп сұрақ қойып тұр. Я, бұл менің карандашым деп айтуымыз керекпіз, немесе жоқ, бұл менікі емес деп айтамыз. Я бізде yes, жоқ болса no деп айтамыз. Келесі, how are you? Қалың қалай? How are you? Қалың қалай? Оған қалай жауап береміз? Мынаның ішінде жауаптар тұр, соны таңдаймыз. Міндетті түрде жазып жіберіңіздер, окей? Келесі жаттығу, видеоны тоқтатамыз да, міндетті түрде ана жаттығуларын істеп жазып маған жіберіңіздер. Келесі кеттік, мен бірге қайталаймыз. This is аударылады, мынау, тек қана бір затқа, бір адамға қолданамыз. Келесі, these are, мыналар,
яғни көпше түрде айтқан кезде, яғни менде қазір қалам ручка біреу болса, this ал екеу, яғни екеуіне қолданамыз. Келесі your, сенің, your, сенің, my, менің. Мына төмендегі жаттығуды осы сөздерді қоюымыз керек біз. Өзің істеп, өзің маған жіберетін боласың міндетті түрде. Мында төртінші жаттығу, тоқтат видеоны не істейтін боласың. Келесі is it a kite? Бұл батпырауық па деп сұрап тұр. Енді мынаған қарайсың да, я немесе жоқ деп жауап беруің керексің. Түсінікті ғой, иә? Тапсырманы міндетті түрде маған жібер. Мен міндетті түрде тексеретін боламын. Thank you very much. Goodbye.